Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын керемет эклер тәттісінің рецептісімен бөлісетін боламын. Құрамына қосылатын заттардың барлығын осылай асхана таразысына өлшеп алып дайындауға кірісеміз. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге су, сары май, шым-шым тұз, ұн және жұмыртқа қажет болады. Осылай су мен сары майды кастрюльге құйып, жайлап қайнатып алып, отымыздың астын басып, ұнымызды саламыз. Және де 2-3 минут көлемінде осылай біркелкі араластырып тұрып, осындай массаға айналдырамыз. Жұмыртқамызды үстіне біртіндеп қосып, және қамыр қопсытқышын салып, осылай миксерлеп біркелкі масса жасап аламыз. Осы массамызды кондитерлік қапшыққа құйып, тапамызға кез келген формада тізуге болады. Ұзынша таяқша түрінде жасауға да болады, немесе мен сияқты осындай майдалап жасауыңызға да болады. 150 градуста 40-50 минуттай осылай жаймен отта пісіріп алдым. Енді кремін дайындаймыз. Креміне кез келген кремді қолдансаңыз болады. Творожный сыр, маскарпоне емес сливки пайдалансаңыз да, мен жағдайымда тек қана сливки қостым. Сливкиге қант ұнтағын қосып, осылай жұмсақ крем дайындап алдым. Енді эклерлеріміздің осылай ортасын сәл кесіп, ортасы осындай қуыс болып тұрады. Соған кондитерлік қапшықтың көмегімен кремімізді толтырамыз. Осы әдіспен барлығының ішіне кремімізді толтырып шыққаннан кейін бетін өзіңіздің қалауыңызша шоколадпен, ұнтақ қантпен немесе глазурмен безендірсеңіз де болады. Эклер негізінен француз асханасының классикалық десерті. Сырты қытырлақ, іші кремге толы бұл тәтті кез келген дастарханыңыздың көркін ашады. Шаймен де, кофемен де өте әдемі кетеді. Жасалу жолы да оңай, көріп тұрғандарыңыздай кез келген адамның қолынан келеді. Міне осылай біздің эклерлеріміз дайын болды. Бетін қант ұнтағымен безендіріп шықтым. Қант ұнтағын сеуіп. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз.